Сәлем достар, сіздермен EasyKZ. Бүгінгі видео Air Astana өткізгелі отырған IPO-ға арналады. Бұл видеодан IPO-ға қатысты өзіңізді қызықтыратын көптеген сұрақтардың жауабын ала аласыздар. Қай брокерден аламын? Лимиттік әлде нарықтық тапсырыс? Акция ма, әлде жаһандық депозитарлық қолхат па? Мемлекеттік қызметтерге алуға болады ма? Салық төлейміз бе? Қай биржадан алған дұрыс? Осы және басқа да сұрақтарға видеода қысқа да нұсқа жауап беретін боламын. Егер сіз бұл жаңалық жайлы хабардар болмасаңыздар, арнада алдын ала шығарылған Air Astana IPO-сы туралы видеоны көруді ұсынамын. Кіріспес бұрын арнаға тіркелгендігіңізді тексеріп алыңыз. Тіркеліп қойсаңыз, лайк баса кетіңіз, ал мен бастаймын. Ең бірінші маңызды ақпаратпен бөлісіп өтейін. IPO-ға қатысу өтінім тек 8 ақпанға дейін ғана жүреді. Ал өтінімдерді орындау 14 ақпаннан бастап жүзеге асырыла бастайды. Яғни, тапсырыс бере салысымен акция шотыңызға келіп түседі деп ойламаңыз. Енді сұрақтарымызға жауап алайық. Бірінші сұрақ, акцияны қайдан сатып аламын? Бұл өте оңай. Өздеріңіздің брокеріңізге кіріп, IPO-ға қатысуға өтінім бересіз. Ол брокер Халық Инвест, Freedom Finance, Жусан немесе тіпті табыс қосымшасы болуы да мүмкін. Егер сіз әлде қашан тапсырыс беруге өтініш берген болсаңыз, тапсырыс беруге кіргенде акция немесе GDR, яғни жаһандық депозитарлық қолхатты таңдау ретінде тұрғанын байқаған шығарсыздар. Осы жерде қайсысын таңдаймын деген сұрақ туындайды. Жауап алмас бұрын депозитарлық қолхаттың не екендігін түсініп алайық. Жаһандық депозитарлық қолхат ол шетелдің сауда алаңында саудаланатын бағалы қағаздарға иелік етуге мүмкіндік беретін сертификат. Бағалы қағаз ретінде акция, облигация кіруі мүмкін. Қолхаттарды әдетте бірнеше номиналмен шығарады. Мысалы, бір қолхат 1, 2 немесе 3 акцияға немесе акцияның бір бөлігіне тең болуы мүмкін. Мысалы, бір акция $500 тұрады делік. Сіз оның оннан бір бөлігін сатып алсаңыз болады. Air Astana ұсынып отырған GDR, яғни жаһандық депозитарлық қолхаттың базалық активі 4 қарапайым акция болып табылады. Депозитарлық қолхат сатып алатын болсаңыз, оны да акция сияқты сатып жіберуге немесе сатып алуға болады. Олай болса, акция мен қолхаттың айырмасы неде деп сұрауыңыз мүмкін. Акцияларды депозитарлық қолхаттарға қарағанда сатып алу және сату жеңілірек. Яғни, акциялармен саудаласу ыңғайлы. Бірақ та, біздің жағдайда акциялар теңгемен саудаланылады, ал депозитарлық қолхаттар доллармен. Өздеріңіз білесіздер, теңге долларға қарағанда тұрақты валюта емес. Осы ерекшеліктерді ескеріп, депозитарлық қолхатты аласыз ба, әлде акцияны аласыз ба, өзіңіз шешесіз. Келесі сұрақ, қай биржадан аламын? Акция Қазақстанның 2 биржасында, Кассы және Астана халықаралық қор нарығында саудалануда. 2 биржада толыққанды сауда алаңы болып табылады. Кассы елімізде ұзақ уақыт бойы қызмет етіп келе жатқан қор нарығы. Ал Астана қор нарығы жаңа, онда ағылшындықтардың заңы қызмет еткендіктен, сіз ол жерде сауда-саттық жасай отырып 100% қорғалған боласыз. Сонымен қатар, Астана қор нарығынан тек акцияны ғана емес, депозитарлық қолхатты да сатып ала аласыз. Ал Кассы тек акцияны сатып алуға мүмкіндік береді. Қайдан, қалай алуға болатынын түсінсеңіздер, енді қандай бағаға алуға болатынын қарастырайық. Шектік баға әлде қашан жарияланды. Алайда, сіз өз бағаңызды ұсына аласыз. Меніңше бұл жағдайда ең максималды бағаны ұсынған жөн. Мысалы, сіз 1100 теңгеге сатып аламын деп тапсырыс бердіңіз. Ал нарықтық баға ақыры 1200 теңгеге барып тірелді. Олай болып шықса, сол 100 теңге үшін сіз бірде-бір акцияға иелік ете алмай қаласыз. Сол себепті акцияға 100% ие болғыңыз келсе, нарықтық тапсырыс бергеніңіз жөн. Ендігі сұрақ, IPO-ға қанша суммамен қатысайын деген сұрақ болуы мүмкін. Білесіздер,
IPO ол тәуекелі жоғары процесс. Бұл жағдайда қанша ақшадан айырылып қалуға дайынсыз, сонша акция алыңыз. Ешқашанда несиеге алынған ақшаны, біреуден қарызға алған ақшаны салмаңыз. Және маңыздысы, бүкіл портфеліңізді осы IPO-дан алынған акциямен толтырмаңыз. Келесі сұрақ дивидендпен байланысты. Көпшілік инвесторларды дивиденд жайлы сұрақ қызықтырады. Air Astana акцияларын алсақ, бізге дивиденд төленеді ме деген сұрақ бар. Осы IPO негізінде Air Astana $300 миллион дейін ақша тартуды көздеп отыр. Ал таза табыстан 30%-ға дейін дивиденд төлеуді жоспарлайды. Әрине, бұл жерде 30%-ға дейін. Ол одан кем де болуы мүмкін, мысалы 15%, немесе одан да кем. Келесі сұрақтардың бірі, егер дивиденд алсақ, осы арқылы табыс тапсақ, салық төлейміз бе деген сұрақ. Қысқа жауап жоқ. Қарапайым акцияларды сатып алғанда, сатқанда, депозитарлық қолхатпен сауда-саттық жасағанда ешқандай салық жоқ. Дивидендке де салық салынбайды. Соңғы қарастырылатын сұрақ, ол мемлекеттік қызметкерлерге IPO-ға қатысуға болады ма? Иә, қатыса алады. Алайда, орналастырған акциялардың 5%-нан артығын алуға болмайды. Ол әрине көп ақша. Сол үшін мемлекеттік қызметкерлер еш уайымдамастан акция ала берсе болады. Air Astana өткізгелі отырған IPO бойынша қызықтыратын сұрақтарыңызға жауап алдыңыздар деп үміттенемін. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Арнаның тіркелмеген көрермені болсаңыз, тіркелуді ұмытпаңыз. Алда әлі де көптеген қызықты әрі пайдалы видеолар шығаратын боламын.